Саламатсыздар ма, балалар? Бүгінгі сабағымыз математика 2 сынып 14 сабақ. Менің сабағым көрден алдын каналыма тіркеліп, қоңырауша түймесін басып қойыңыздар. Бүгінгі тақырыбымыз бір таңбалы сандарды разрядтан аттап қосу кестесі. Бір таңбалы сандарды қосу кестесін құруды үйренесіңдер. Бірінші есеп. Бос яшықтарға тиісті санды қой. Бізге берілген бос яшықтар, солар тиісті сандарын қойып шығамыз. Екі таңбалы сандардың қосылғыштарын ата дейді. Мысалы 11 бұл 9 пен 2-нің қосындысы 11 болады. Немесе 2 мен 9-ның сандарының қосындысы болады. Енді бұл жерде яшықтарға толтырамыз. 9-ның тұсына 2 қоямыз. 8-нің тұсына 3 қоямыз, 11 болады. 7-нің тұсына 4 қоямыз, 11 болады. 6-ның тұсына 5 қоямыз, 11 болады. Ал 12 санында разрядты қосылғыштар 9-ды қосамыз 3-ке 12, 8-ді қосамыз 4-ке 12, 7-ні қосамыз 5-ке 12 болады, 6-ны қосамыз 6-ға 12 болады. 13-тің разрядты қосылғыштары 9 қосу 4 болады, 8 қосу 5 болады, және 7 қосу 6 болады екен. Келесі 14 санында 9 қосу 5, 8 қосу 6 және 7 қосу 7 болады екен балалар. Осылай жазсаңыздар болады. Мен қосылғыштарын жазып қойдым, разрядты қосылғыштар. Келесі есебіміз әр бағандағы теңдіктерді салыстыр дейді, қорытынды жаса дейді. Мысалы 6 қосу 5 тең 11, ал 5-ті 6 қоссақ та 11 болады. 9-ды 3-ке қоссақ 12, 3-ке 9-ды қоссақ 12 болады. Екі жақ дұрыс, мына жауапты, бірақ орындар ауысқанмен бір мән шығады. 7-ні 6 қоссақ 13, 6-ға 7-ні қоссақ 13 болады. 8-ге 6-ны қоссақ 14, 6-ны қоссақ 8-ге 14 болады. Осылай балалар орын ауысқанмен, бірақ мәні бірдей шығады екен есептің. Келесі есебіміз берілген теңдіктерді пайдаланып әрбір қатардағы қосындылардың мәнін қалай табады дейді. Мысалы 5 қосу 10, 5 қосу 5 10, 6 қосу 12, 7 қосу 7 14, 8 қосу 16. Енді 6-ны 5-ке қоссақ 11 болады. 7-ні 5-ке қоссақ 12 болады. 8-ге 5-ті қоссақ 13 болады. 9-ға 5-ті қоссақ 14 болады. Ал 7 санында 6-ға қоссақ 13 болады. 8-ге 6-ны қоссақ 14 болады. 9-ға 6-ны қоссақ 15 болады. Кейіп барады балалар өсіп ретімен. 8 қосу 7 15, 9-ға 7-ні қоссақ 16 болады. 9-ға 8 қоссақ 17 болады балалар. Осылай жазасыздар. Келесі 4-ші есебіміз. 4-ші есебіміз бұл 11, 12, 13 сандардың қосылғыштарының біреуі 4 болатын екі бір таңбалы сандар қосындысының түрінде жазды. Мысалы 11-дің қосылғыш разрядтары арасында 4 болу керек, балалар, 4 саны болу керек. 4 қосу 7 деп алсақ болады. 12-нің санының разряд қосылғыштарын 4 қосу 8 деп алсақ болады. Ал 13-тікін 4 қосу 9 деп алсақ болады екен. Сонда барлығында 4 саны қатысып тұр, балалар. Осылай жазасыздар. Келесі сабағымыз 5-ші сабақ. Диаграмма бойынша сұрақтарға жауап бер. Мысалы 2А сынып және 2Ә сынып берілген. Бұл жерде бізге 4 бүріште балалар ұлдар саны, көк 4 бүріште және сары 4 бүріште қыздар саны екен. Мысалы 2А сыныпта ұлдар 10, қыздар 9 екен. Ал 2Ә сыныбында ұлдар 11, қыздар 8. Осылай біз санап, яшықтарды санап, санын білсек болады екен. Қай сыныпта қыздар саны артық дейді. Бұл жерде 2А сыныпта қыздар саны 9 екен, балалар. Диаграмма бойынша өзінің басқа сұрақтары ғой дейді. Осылай жазсаңыздар болады. Келесі есебіміз 6-шы есеп. Есепті шығар. Бақта 17 адам жеміс жинады. Оның 8-і балалар. Қалғаны ересек адамдар. Бақта неше ересек адам жеміс жинады дейді. Мысалы 8 балалар деп алсақ, жалпы саны 17 адамдардың саны. Балалар 8. Ал ересектер қанша екен белгісіз. Біз соны табуымыз қажет. Ол үшін шешуі 17 азайту 8 дейміз. Тең жауабы 9 болады. Жауабы 9 ересек болған екен, балалар. Жеміс жинаған.
Келесі есепте 7-ші есеп әр бағандағы қосындыларды салыстыр. Өрнектердің мәнін тап. Мысалы, 8 қосу 7 15, 7 қосу 8 тең 15 болады. 9 қосу 7 16, 7 қосу 9 да 16 болады. 9-ға 8 қоссақ 17, 8-ге 9-ды қоссақ та 17 болады. 8-ге 5-ті қоссақ 13, 5-ге 8-ді қоссақ та 13 болады. Мәндері бірдей шығады. Орындары ауысқанмен қосылғыштардың, бірақ қосындының мәні бірдей шығады екен балалар. Келесі есеп 8-ші есеп, соңғы есеп өрнектердің мәнін өсу ретімен орналастырып мақалды оқы дейді. Осы мақалдың мағынасын қалай түсінесің? Мысалы, өсу ретімен бірінші 4 қосу 8 12 болады, ата деген сөз шығады. 6 қосу 8 14 болады, баланың деген сөз шығады. 17 9 қосу 8 17 болады, қорғаны деген сөз шығады екен, балалар. Осылай біз өсу ретімен, сандардың өсу ретімен білеміз. 12-ні 14 өсіп баратыр 17-де. Мысалы 12-де ата деген сөз, 14-те баланың қорғаны. Ата баланың қорғаны деп. Сондай сөз мақал шығады деген, балалар. Ата, мысалы, немерелеріне, балаларына қарап, өзінің осындай үлкен жасқа жетіп, осындай қызық көріп атқанына қатты қуанып, Алладан пана тілеп отырады, аталарымыз. Осылай балалары оларға қорған болып, сүйеніш болады екен, немерелері. Осылай жазып қойыңыз, балалар. Каналыма тіркеліп, қоңырау түймесін басып қойыңыздар. Менің каналымда қазақ тілі және математика сабақтары 2-ші және 3-ші сыныпқа арналған сабақтар бар. Сау, сәлеметте болыңыздар.